встреча министра обороны Руслана Фатиховича Жасылыкова с ветеранами, то есть руководителями филиалов городов и областей наших. Это уже стало традиционно, ежегодная встреча. Для ветеранов, для нас это очень важно, потому что все-таки ветераны, которые отдали свою основную часть жизни, здоровью, службе, они на местах проводят активную работу в плане военно-патриотического воспитания, в плане разъяснения стратегических документов, которые огласил президент, верховный главнокомандующий Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, его послание, его интервью, разъяснения в школах, гимназиях, при встрече с населением местным, поэтому такая работа проводится. Қорғаныс министрі Руслан Фатихович өзі үлкен көп сөзбенен осы қарулы күштерде қандай жұмыстар өткізіліп жатыр, сол жөнінде қандай қару-жарақ, қандай техника келіп жатыр, қарулы күштердің дайындығын, қандай жерде, қандай елдерде әскери ойындар өтті, үлкен баға береді біздің солдаттарға. Осы кездесу дәстүр болып кетті. Сондықтан қарулы күштердің ардагерлерінің атынан қорғаныс министріне рахметімізді айтамыз.